Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін 7-ші желтоқсан 2024 жыл. Соғымға сойылатын жылқылар. Мінекей, мынау 5-тен асқан бие, 2 айға жүк байланған. Алдыңғы жылғы соғым видеосында жылқыны сою процесін көрсеткен болатынбыз. Оны описание бөлімінен көрсеңіздер болады. Ал бұл видеода сойылған етті жайғап, қаз айналдырып, қуырдақ жасайтын боламыз. Алдымен ішек қарындарын жуып тазалап алып, қазыға қосу үшін чеснокты суға салып қоямыз. Сол кезде чеснок тез ашылатын болады. Одан кейін қазының еттерін сүйектерінен бөліп аламыз. Қазымыз қалың жері 2 елі, ал жұқа жері толық бармақ шықты. Одан кейін дайын еттерді тұздап аламыз. Біз сол сойылған жерден бұзып жіліктеп әкелген болатынбыз. Қыстық соғым болған соң тұзды көбірек қосамыз. Ал дәм беру үшін сәл ғана сарымсақ қосуға да болады. Енді қазыны тұздауға кірісеміз. Біз қазыға тұз сеуіп, чеснок жағып, қара бұрыштан сәл ғана қостық. Одан кейін 2-3 күндей тұзы сіңгенше тұрады. Ірі бие болғаннан кейін қазының өзі 2 шара шықты. Енді балғын еттен әрине қуырдақ жасаймыз. Алдымен қызып тұрған майға пиязды салып, жақсылап қуырамыз. Үстіне ет салып, 2 сағат жай отта пісіреміз. Ет пісуіне жарты сағат қалғанда картоп салуға да болады. Әрине ол өз еркіңізде. Міне достар, қуырдақ дайын болды. Өзінің суымен өте жұмсақ, балғын болып, дәмді болып пісті. Енді 2-3 күн бойы тұзда тұрған, әбден маринатталған қазыларды айналдыруды бастаймыз. Алдымен жіптерін дайындап аламыз. Одан кейін ішектерін бір бұрышын байлаймыз. Осылайша қазыларды ішекке салып, толық қазылардың бәрін айналдырып шығамыз. Қазы айналдырудың басқа қандай оңай әдісін білесіз? Пікір қалдыра кетіңіз. Бізде алдынан қалған ішектермен қоса 8 қазы шықты. Достар, сіздердің де соғымдарыңыз шүйгін болсын.